Қайырлы күн, құрметті достар, қымбатты әріптестер. Бұл мұғалімдерге арналған қазақша контент подкастының мен оның авторы және жүргізушісі Тоқтық Серікгүлмін. Біз өткенде топтық жұмыстың миссиясын талқылаған болатынбыз. Еске түсірсек, топтық жұмыста оқушылар белгілі бір тақырып жөнінде белгілі бір көтерілген мәселе жайлы бірлесе отырып талдайды, талқылайды, бір-бірлерін оқытады, бір-бірлеріне үйретеді. Және бұл жерде мұғалімнің басты назарда ұстайтын бір мәселесі топта жұмыс жасаған оқушының білімін балдық жүйемен емес, комментарий арқылы ынталандыру керек екенін басты назарда ұстаңыз. Келесі тапсырманы жұптық немесе үштік одаққа берсеңіз болады. Тиімдісі үштік одақ. Соңғы тапсырмаңыз жеке жұмысқа бағытталуы тиіс, себебі оқушы білімін бағалауда жеке жұмыстың рөлі маңызды. Жеке жұмыс берген кезде міндетті түрде бағалау критерийі мен дискриптор болуы тиіс.